Sit down, please. Бүгінгі балалар, жарайсыздар. Бүгінгі біздің сабағымыз жаратылыстан ол пәні. Үйге берген тапсырма, қандай тапсырма? Қандай тапсырма? Burada tereziler neden жасалады? Тамаша. Терезе неден жасалады? Кім айтады? Айта ғой. Құмнан жасалады. Құмды ыстық қылып терезе жасауға болады. Үнжудің жауабымен келісесіңдер ма? Сендерде де сондай жауап шықты ма? Үйден ізденіп ма? Жарайсыздар, үнжуге қол соғып қояйық. Тамаша. Олай болатын болса, балалар, қазір тыңдаймыз. Мынау ненің дауысы? Қолды көтеріп жауап беріңіз. Ненің дауысы? Стадионның дауысы. Яғни бұл дауыс, бұл дыбыс қатты шықты ма, жай шықты ма? Енді келесі дыбысты тыңдаймыз. Айқайламайыз. Қол көтеріп тәртіп сақтамыз. Машинаның дыбысы қатты шықты ма, жай шықты ма? Ең дыбысы? Құстың, бұлбұл деген құстың. Қатты шыға ма, жай ма? Жай шығады, иә? Жай шығады екен. Жай ма? Қатты ма? Жай. Демек, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы не жайлы өтеміз деп ойлайсыздар? Дыбыстар. Біз қазір әртүрлі дыбыстарды өттік. Bir дыбыс қатты шықты, екінші дыбыс жай шықты, иә? Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дыбыстар қандай болады? Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты дыбыс түрлерін білесің, қатты және баяу дыбыс екенін ажыратасың. Бұл мақсатқа жету үшін әрқайсыларының алдарында дискриптор парақшалары бар, сол бойынша жұмыс жасайсыңдар мақсатқа жету үшін. Дыбыс деген не? Дыбыс балалар екіге бөлінеді. Табиғи дыбыс және жасанды дыбыс. Табиғи дыбыс біз қазір тыңдадық, иә? Табиғи дыбыс бұлбұлдың дыбысын тыңдадыңдар. Аюдың дыбысын тыңдадыңдар. Табиғи дыбысқа балалар судың аққан дыбысы жатады. Жануарлардың дыбысы жатады, ол табиғи. Және жаңбырдың дыбысы жатады. Бұл табиғи дыбысқа жатады. Ал балалар, жасанды дыбысқа не жатады? Қараймыз. Сағаттың тықылдағаны, сағаттың дауысы, қоңыраудың дыбысы тыңдаймыз. Көліктің дыбысы жаңа біз тыңдадық, шаңсорғыш, бұның барлығы адамның қолымен жасалған заттар. Сондықтан бұлар жасанды дыбыс деп аталады. Біз жаңа кітабымызда бар стадионның айғай-шуын естідік, ол жасанды дыбысқа жатады. Және мына көліктердің жүрген дүрілі, және мына би алаңындағы билеген дыбыстар, бұлардың барлығы жасанды дыбысқа жатады екен. Ал қандай жерлерде шулауға болмайды? Қараңдар, мынау театр. Театрда ол жерде тыныш отыру керек. Ол жерде дыбыс өте жай шығады. Және кітапханада шулауға болмайды. Дыбыстар, яғни жаңғырып шығатын дыбыстардың түрі болады екен. Ол тауға шыққан кезде, яғни сен қатты айқайлаған дауысың кеңістікте тауға соғылып, қайтадан өзіне қарай қайтады екен. Оны жаңғырық дыбыс деп атайды. Ал балалар, Алматы облысы Алтынемел ұлттық саябағында әнші құм бар екен. Бұл әнші құм, яғни жел өте баяу жел тұрып тұрса, сыбызғының дыбысы естіледі екен. Ал егер жел қатты тұрған жағдайда ұшақтың гүрілі естіледі екен. Сондықтан бұны әнші құм деп атаған екен. Ал балалар, енді топтық жұмыс. Мына заттарды сендер зерттеу жұмысын жасайсыңдар. Яғни заттардың атауын жазамыз және қайсысы бәсең, қайсысы қатаң дыбыс шығарады, соны зерттейсіңдер. Екінші топ қатты және
бәсең шығатын дыбыстарды мына дескриптор бойынша белгілейсіңдер. Ал үшінші топ табиғи және жасанды дыбыстарды жазасыңдар. Баста. Бірінші табиғи. Олар құс дауысы, су, жаңбыр, жел, күннің күркіреуі, аңдар дауысы. Ал жасанды сағат, машина, домбыра, телефон, қоңырау, теледидар. Кәні бағалаймыз. Ал қолдандарың бар ма? Келесі топ. Кітапханада шуламау керек. Бәсең дыбыс, е? Бәсең дыбыс. Аурухана бәсең дыбыс. Табиғат дауысы бәсең дыбыс. Ал поездарда қатты дыбыс шығады. Ал театрда шуламау керек. Бұл бәсең. Ал ойын алаңы қатты балалар ойнайды. Тамаша, бағалаймыз. Келесі топ. Біз ертеңгізен қағазбен қорап бәсеңшіміз, стакан қатты, жұмсақ ойыншық, бәсен, доп, бәсен, ағаш текші, бәсен қорытынды. Заттардың дыбысы жасалған материалдарды байланысы шығады. Тамаша, бағалаймыз. Ал қолдандарың бар ма балалар? Олай болса үш топты да бағалаймыз. Ал балалар енді орнымыздан тұрып, кәні шаттанайықшы. Кәні қатты дыбыс шығарамыз. Қалай шаттанамыз? Ал енді баяу дыбыс шығарайықшы. Бірімізбен қалай жай амандасамыз, е? Сәлем. Сонымен біз бүгін балалар қандай дыбыстармен таныстық? Қандай? Айта ғой. Бәсең және қатты. Бәсең және қатты дыбыстар. Және Жасанды және табиғи. тамаша. Олай болатын болса, бізде баяу және бәсең дыбыстарға не жатады екен? Жапырақтың сыбдыры және кітапханада бәсең дыбыстар шығады екен. Ал қатты дыбыстар стадионда және дыбысы қатты шығады екен. Олай болса балалар, өзіміздің алдымыздағы дескриптор бойынша өзімізді қандай жұмысты атқардық, сол бойынша бағалаймыз кәні. Ал балалар, дескриптор бойынша өзімізді бағалап болсақ, өзімізді бағалау Ал балалар, біздің осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма 78-79 беттегі түсініп оқимыз және бәсең қатты тапсырмаларды, заттарды зерттеп жазып келеміз. Сау болыңдар.